Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай керемет, ерекше салаттың түрі, фасольдан жасалған салаттың жасалу жолдарын көрсететін боламын. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей, күнделікті өзіміздің тағамға, салат жасауға қолданып жүрген фасоліміз. Қызыл ас бұршағы. Бұны қалай салат жасаймыз? Мінекей, ас бұршақты аламыз, сөйтіп оны жақсылап суменен шайқап, жуып аламыз. Одан кейін үлкен бір шұңғыл ыдыс алып, мен кастрюль алдым, соған фасольді салып, суын құйып, фасольді қайнатып пісіретін боламыз. Бұл фасоль ұзақ қайнайды, жарты сағат, бір сағатта піспейді, кемінде 1,5-2 сағат қайнату керек фасольді пісіру үшін. Мінекей, фасоліміз қайнап жатыр. Қатты қайнап кеткеннен кейін кішкене отын басып, орташа отта осылай фасольді пісіріп аламыз. Кішкене біраз қайнағаннан кейін дәміне қарай, мөлшеріне қарай кішкене тұз қосып қоясыз. Сонда тұз фасольге сіңіп, дәмі әдемі болып піседі піскен кезде. Көп қайнаған кезде мінекей фасоліміз осындай болады. Тұзын салып жатырмын. Фасольдің піскендігін алып, көріп, жеп көресіз. Сол кезде жұмсақ болып тұрса, фасольдің піскендігі. Фасоль піскеннен кейін өстіп, сүзгішпенен сүзіп аламыз фасольді. Судан аламыз. Бұл фасольдің пайдасы өте көп екен. Ютубтан ақтарып қарадым, бұның қандай пайдасы бар деп. Ағзамыздағы барлық органдарға пайдасы өте зор екен. Негізі айына 2 рет, 3 рет кем дегенде фасольді салатқа қосып, немесе тамақ жасап, жеп тұрған өте пайдалы. Бұл салатты жасау үшін мен мінекей картоп және де сәбізді суға қайнатып пісіріп алдым. Енді осы піскен көкөністерімнің қабығын аршып, оливье салатына тураймыз ғой, кішкене ғана шаршы етіп. Тура сондай қылып, қазір турап шығамыз. Мінекей, турап қойдым. Майдалап турап қойдым шаршы етіп. Енді осыған чеснок, кішкене сарымсақ, одан кейін пияз қосамыз. Ол үшін табамызға кішкене май құйып, майымызды қыздырып, соған пиязымызды салып қуырып алатын боламыз. Мінекей фасольді қостым, туралған картоппенен сәбіздің үстіне фасольді салдым, одан кейін дәмдеуштерін қосып жатырмын. Тұз, кристаллик, ашты бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыштан кішкене қосамыз дәміне қарай. Сосын жақсылап араластырып аламын. Тұзын көп қоспау керек, аса тұзды болса да қиын болады. Мінекей бетіне сарымсақты салып қойдым. Майдамын пиязымыз қуырылып жатыр. Қып-қызыл қуырамыз. Одан кейін міне чесноктың үстіне, салаттағы чесноктың үстіне осы қызып тұрған майымызды құямыз. Осылай құйып жібереміз. Бұл салатқа өте ерекше дәм береді, қуырылған пияз бен май. Сосын бұны жақсылап араластырып қоямыз.
Жақсылап араластырғаннан кейін осы дайын болған салатымызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1-2 сағат тоңазытқышта тұрса, салған дәмдеуіштеріміздің барлығы көкөністерге, фасольге сіңіп, дәмі өте керемет, әдемі болып шығады. Мінекей, тарелкамызға, ыдысымызға салып, дастарханға алып келдік салатымызды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет салат, өте дәмді салат. Сіздер де егер осы менің бүгінгі жасаған салатым ұнап жатса, осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.